Ассалаумағалейкум. Махамбет ауданындағы Байжігіт ата деген қорымға келіп жатырмыз. 15-ші ауылдың тұсында, Еңбекшіл ауылының тұсында. Мына тұрған Байжігіт деген кісінің жерленген жері. Бұл қорым адай тінейлердің қорымдары. Мына жағында түнегей бар. Сол Байжігіт атаның құптасы мынау руы адай. Тайпасы Меңдібек ұлы Байжігіт дейді, 77 жасында 1936 қайтыс болды дейді. Тас қойған немересі есімдері дұрыс көрінбейді. Тек бір-екі есік құлпытасы бар. Мына кесенелердің құлпытастары мүжіліп қалған, арғысының құлпытасы бар екен, мүжіліп қалған. Адай тіней өтелі жарық бас дейді. Қара басылы өте дейді. Тіней құлпытасы мүжіліп қалған. Мына жағында бір екі есік құлпытасы бар екен. Қара жүрек. Так. Жерде адай руы дейді. Түркмен тайфасының мына жерде қайылға келеді. Қайыл. Есімі қайыл болу керек. Егер ана ф болатын болса, файыл болады. Қайыл шығар. Қайыл Абықан. Абықай ұлы. Ол Абықай бейін дейді ғой. Бейін деген баласы деген сөз. Абықайдың баласы қайыл болады сонда. Енді Абықан да болуы мүмкін, бірақ Абықай сияқты. 55 жасында 1881-ге келіп тұр. Таңбасы. Ана жерде тағы бір құлпытас бар, көрсетіп жіберейін. Так, адай руы Тіней тайфасы Жұмағазы Жиенәліұлы. Опат 68 жасында 1923 жылда. Аста таңбасы көрініп тұр адайдың. Мына жерде аяттар болу керек. Қолу әні Алла деп кей басталады. Уәні Алла уәні Алла. Так, мына жақта калимада ла иляха илля Мұхаммад Расул дейді. Мынадайда кесене бар екен. Құлпытастар жоқ. Мынаның құлпытасы мүжіліп қалған. Таңдай жақтағы Жангелдінің кесенесіне ұқсайды екен. Үлкен бірнеше бит болуы мүмкін. Ал мынау адай бөлімі Тіней Құдай берген Абықайұлы Қарашолақ дейді. Құлпытасын жазулары мүжіліп қалған. Мынандай ағаштан салынған кесенелер жалпы не жақта? Құрманғазы ауданы жағында бар. Исатай мен Құрманғазы шекаралас жерлерінде. Мынау түнегейі.